Сәлем достар, біз бүгін маклюбе тамағын дайындайтын боламыз. Қалай дайындалатынын қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, өте әдемі шығады. Бізге ең бірінші ет, картошка, бір сәбіз және пияз керек болады. Көкөністерді өз қалауларыңызша алсаңыздар болады. Мен осы 3 көкөністі алдым. Ары қарай ет, кез келген қойдың, сиырдың, жылқының кез келген етті аласыздар. Осылай жұқа етіп турап аласыздар оны. Одан кейін картошканы жіңішке етіп тураймыз барлығын. Сәбізімізді де солай домалақтап жіңішке етіп, қатты жіңішке болып кетпесін, орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Картошкада сәбізде орташа қалыңдықта болғаны жақсы. Өйткені майға күйіп кетеді. Барлығын дайындап аламыз. Содан кейін қазанға, майымыз қызып тұрған қазанға етімізді салып қуырамыз. Ет қызарып пісу керек. Суы тартылғанға дейін қуырамыз. Ол уақытта чайникқа мен су қойып қойдым, ыстық қайнап тұрсын деп. Өйткені бізге қайнап тұрған ыстық су керек болады. Менде әлі су тартылған жоқ, әлі де қуырып жатырмын. Оған дейін қара бұрышыммен тұзымды салып араластырамын. Және суының тартылғанын күтемін. Менде етім әбден қуырылды, қызарып. Енді бұған біз су құямыз. Мен бір стакан су құйдым. 40 минутқа, 1 сағатқа жай отқа қоясыздар. Ет әбден жұмсарғанға дейін пісу керек. Сол аралықта біз сәбізіміз бен картошкамызды пісіреміз. Қызып тұрған майға сәбіздерімізді осылай видеодағыдай саламыз да, екі жағын айналдырып отырып қуырып аламыз. Одан кейін картошкамызды дәл солай қуырамыз, қызарғанша екі жағын. Барлық картошкамыз бен сәбізімізді қуырып болғаннан кейін, осы майға, менде майым кішкене көбірек болғаннан кейін, майымды сәл құйып алдым ыдысқа. Сосын шамалы бір 2-3 қасықтай май қалдырып, оған күрішімізді қуырып аламыз. Ешқандай су қоспаймыз. Жуылып тазалған күрішімізді осы майға салып қуырамыз. Оған мен куркума қостым, түсі әдемі болсын деп, және кішкене ерекше дәм береді. Қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Осылай майға қуырып аламыз күрішімізді. Ал біз оның барлығы дайын болғанға дейін біз салатымызды дайындаймыз. Салатқа да не қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен помидор, огурцы және редиска қостым. Осының барлығын турап, ыдысқа салып, тұздап, дайындап қоямын.
Барлығы дайын болып етіміз піскеннен кейін қазанымызды аламыз. Түбіне пиязымызды осылай видеодағыдай етіп турап, ең бірінші пиязды, одан кейін әбден піскен етімізді саламыз. Одан кейін сәбіздің үстінен шамалы тұз саламыз. Өйткені сәбізбен бізде картошка тұзсыз қуырылған, сондықтан да сәбіз бен картошкаға тұз себуді ұмытпаймыз. Одан кейін үстіне күрішімізді саламыз. Мен күрішті қуырып жатқан кезде тұз салдым, сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Бұл жерде тұз салмаймыз, себебі мен уже қуырып жатқан кезде салып қойдым. Осылай күрішімізді бетіне саламыз да, әбден тығыздап басамыз. Үстінен қолмен бассаңыздар да, осылай лопаткамен бассаңыздар да болады. Өйткені ол қуырылған шашқан кезде шашылып кетуі мүмкін, сол үшін тығыздап қоясыздар. Еттен қалған сорпаны және суды құйдым. Осы күріштің бетінен сәл асатындай қылып қана қоямыз. Оны бір қайнатып алғаннан кейін су шамалы тартылады. Содан кейін бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Міне біздің маклюбеміз дайын болды. Өте дәмді шықты. Бізде балаларым, отбасым сүйіп жеді. Түбінде қалған барлығын түбіне саламыз. Шет-шетіне осылай сәндеп, әсемдеп салатымызды саламыз. Айран қоссаңыздар да болады, бірақ менің отбасым айран қосқанды ұнатпағандықтан мен салмадым. Ал сіздер айран қосып ішсеңіздер де болады. Бетіне көк пиязды сеуіп жей бересіздер. Ас болсын, каналға тіркеліп кетуді